Сәлем! Бұл видеода біз психологиядағы тұлға ұғымы, студенттің тұлғалық дамуы және студенттік ұжымның даму кезеңдері туралы қысқаша мәлімет аламыз. Тұлға ұғымы. Психологияда тұлға әлеуметтік ортада қалыптасатын, саналы әрекет жасайтын адамның психологиялық құрылымы. Леонтьев тұлғаны іс-әрекет субъектісі деп сипаттаса, Айзенк оның темперамент, интеллект және мінезден тұратынын көрсетеді. Студенттің тұлғалық дамуы. Студент жасы тұлғаның қарқынды дамитын кезеңі. Бұл уақытта адам өзінің кәсіби менін анықтайды, құндылықтарын қайта қарастырады, мотивациясы артады, эмоциялық тұрақсыздық пен стресс кезеңдерін бастан кешіреді. Студенттік ұжым. Студенттік ұжым ортақ оқу мақсаты бар, рөлдік құрылымы қалыптасқан шағын әлеуметтік топ. Ұжымның негізгі белгілері ортақ іс-әрекет, нормалар, бейресми рөлдер және психологиялық климат. Топтық жұмыс жасап отырған студенттер, графика, ұжым мақсат, нормалар, рөлдер, климат. Ұжымның даму кезеңдері Такман моделі. Бұл Такман моделі бойынша студенттік топ 5 кезеңнен өтеді. Forming – танысу. Storming – пікір қайшылығы. Norming – нормалау. Performing – тиімді жұмыс. Adjourning – таралу. Қорытынды. Қорытындылай келе, тұлға мен студенттік ұжымның психологиялық ерекшеліктерін түсіну студенттің жеке және әлеуметтік дамуына ықпал етеді.